Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін бізде 6 сыныптың 1-ші тоқсандағы ағылшын тілі пәнінен 1-ші БЖБ-сы. БЖБ-ның тақырыбы Our Class. 1-ші тапсырма Listening. Task 1. Listen what Joshua tells about his school in Japan. Choose the correct answer. Аудионы тыңдаймыз. Аудиода Джошуа өзінің Жапониядағы мектебі туралы айтады, және тест түрінде берілген тапсырмалардың дұрыс жауабын таңдауымыз керек. Аудионың жазбаша түрдегі транскрипциясын мен осы видеоның описаниясында қалдыратын боламын. Бірінші сұрақ: Which item did Joshua not take to school? Joshua мына заттардың қайсысын мектепке апармайды? C жауабы дұрыс. School hat. Екінші сұрақ: What is one of the first things Joshua does when he comes to school? Джошуа мектепке келгенде жасайтын ең алғашқы іс-әрекеттердің бірі. A жауабы дұрыс. He stands and bows to the teacher. Келесі үшінші сұрақ: Where does Joshua eat lunch at school? Джошуа мектепте түскі тамағын қай жерде жейді? A жауабы дұрыс. In his classroom. Төртінші: What time does Joshua get home from school? Үйден мектепке Джошуа нешеде қайтады? B жауабы дұрыс. At 2 p.m. and at 3 p.m. Екінші тапсырма бізде speaking. Work in pairs. Read the examples and the possible answers. Then make up your own 3 questions about your class or school and ask your partner. Swap the roles. Жұп болып жұмыс жасау керек. Мына жерде берілген мысал мен мүмкін болатын жауаптарды оқимыз және соған қарап отырып ұқсатып өз ойымыздан сыныбың немесе мектебің туралы 3 сұрақ ойластырамыз және соны жұбымыздан, қасымыздағы сыныптасымыздан сұраймыз. Кейін рөлдермен ауысып, ол кісі мысалы сен сыныптасың сенен сұрайды, сен оған жауап бересің деген сияқты. Мысалын қарайық. Бірінші сұрақ: What subjects homework do you like? Why? Қай пәннің үй тапсырмасын орындаған жақсы көресің, неліктен дейді. Бұл жерде мына possible answers дегенде бірінші не деп жазған қарайық. I prefer doing homework in biology because it's always interesting for me. Мен биология пәнінен үй тапсырмасын орындағанды жақсы көрем, себебі ол әрқашан маған қызық дейді. Екінші сұрақ: What are good and bad things about your school? Explain your answer. Мектебіңнің жақсы және жаман жақтары. Өзің жауабың түсіндір дейді. Оның жауабы былай екен: Good thing in my school is that on Saturday we always have clubs and lessons on music and art. Менің мектебімнің жақсы жағы сенбі күндері біз әрқашан музыка және суретке қатысты клубтар мен сабақтарға қатысамыз дейді. Үшінші сұрақ: What do you enjoy doing at school and what do you dislike doing? Сен мектепте не істегенде жақсы көресің және не істегенді ұнатпайсың? Жауабы: I enjoy staying with my friends and I dislike doing difficult problems in math. Мен достарыммен бірге болғанды ұнатамын және математикадан қиын есептер шығарғанды ұнатпаймын дейді. Осы сияқты біз қазір өзіміз 3 сұрақ құрайтын боламыз және соған мүмкін болатын жауаптарды беретін боламыз. Менің бірінші сұрағым: What subject are you good at? Сен қандай пәннен мықтысың? Жауабы: I am good at math because I really like solving problems. Мен математикадан жақсымын, себебі мен шынымен есеп шығарғанды ұнатамын. Өзіңіздің мысалыңызға қарай басқа пәнді қойсаңыз болады және оны неліктен жақсы көретініңізді айтсаңыз болады. Екінші сұрақ: Do you like your school uniform? Yes, I do. It's very beautiful. Сен мектебіңнің формасын ұнатасың ба? Иә, ұнатамын, ол өте әдемі. Және үшінші сұрақ: What do you like doing at school and what do you dislike doing? Сен мектепте не істегенді ұнатасың және не істегенді ұнатпайсың? I like spending time with friends and dislike going to the board. Мен достарыммен уақыт өткізгенді ұнатамын мектепте және тақтаға шыққанды ұнатпаймын. Осымен бірінші БЖБ-міз аяқталды. Видео саған пайдалы болса, лайк қойып, каналға тіркелуді ұмытпа.